Сәлеметсіздер ме, құрметті Қазақша Тару YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздердің назарларыңызға апталық жорамал, яғни 2024 жылдың жаңа жылдың алғашқы аптасы, және де бірінен басталады, толықтай бірінші күннен басталады. 1 қаңтар мен 7 қаңтар аралығындағы жорамалды ұсынамын. Осы уақытта сіздерде не болуы мүмкін, яғни апталық жорамалды жасаймын. Каналға тіркеліңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және осы 2024 жылдың аяғына дейін 100 мың көрерменге жетейік, тіркелгендердің саны. Ал бастаймыз. Бізде бірінші тоқты жұлдыз белгісі. Тоқты жұлдыз белгісінде не болады аптада? Жылдық жорамалды көргілеріңіз келсе, маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Әрине, көру ақылы. Тоқты. Тоқты жұлдыз белгісінде апта біршама әрекетсіз болады. Әрине, енді ол мен жаман деп айта алмаймын. Не себепті? Себебі бір жағынан демалыстық күндер болады, яғни сіз демаласыз, мерекеге байланысты. Сол себепті жұмыстар барлығы тоқтап тұруы мүмкін, немесе сіздің жоспарланған дүниелеріңіз тоқтап тұруы мүмкін. Себебі басқа да мекемелер, басқа да жерлер деген сияқты барлығы демалысты. Сол себепті, яғни ешқандай әрекет етуге мүмкіндік болмай тұр. Сондықтан да сіз де өзіңіз де демалуға немесе әрекетсіздік жағдайда болуға мәжбүр боласыз. Мен енді жаман деп айта алмаймын бұл картаны, потому что бұл карта бір нәрсенің мүлдем болмауы немесе болуын көрсетпейді. Бұл қазіргі кезде бір үзіліс, уақытша үзілісті көрсетеді. Яғни сіздерде бұл апта үзілістің аптасы болады. Сіздерге тіпті кеңес ретінде карта демалуға кеңес береді. Яғни асығудың қажеті жоқ. Асыған деп бір дүниелерді бүлдіріп қоюыңыз мүмкін, немесе кері жағдайларға әкеліп душар етуіңіз мүмкін. Сол себепті де дұрысы демалыңыз, өз-өзіңізге демалыс жариялаңыз. Біраз нәрселер тоқтап тұр, ақшаның түсуі тоқтап тұр, мәселелердің шешілуі тоқтап тұр, біреулермен кездесу болу керек болса, сол мәселе тоқтап тұр. Яғни қандай жағдай, басыңызға қандай жағдай болмасын түсіп тұрған, немесе белгілі бір ойланып тұрған ойыңыздағы дүниелер болмасын, барлығы уақытша өзінің жаңағыдай әрекетсіздік жағдайында тұр екенін ұмытпаңыз. Бұлайынша карта жаман емес, негізінде жаман емес, но сізге айтатыны, если сіз асығып бір нәрсені тез болсын деп әрекет еткен күннің өзінде де одан еш дүние шықпайды, потому что жағдай солай болып тұр, оның жағдайды өзгертем деп өзіңізге өзіңіз қиындық тудыртып алмаңыз. Ал енді бізде келесі жұлдыз белгісі торпақ. 1 мен 7 қаңтар. Торпақ жұлдыз белгісіндегі жандар сіздер үшін керісінше әдемі апта басталады. Яғни мен әдемі дегенде енді қалай айтсам екен, ақшаға толы, берекелі, қуанышқа толы апта болады. Өз кезегінде тойға баруыңыз мүмкін, немесе бір марапатқа ие болуыңыз мүмкін, немесе ақшаға ие боласыз, біреудің тарапынан үлкен құнды сыйлықтарға тап боласыз. Яғни сондай сыйлықтар келеді. Тіпті болмаса өзіңізге өзіңіз сыйлық жасайсыз. Үйдің ремонтын бастап кететін торпақтарда болуы мүмкін. Енді әрине торпақтар үшін бұл апта жақсы болады. Дегенмен де тым қатты жаңағыдай мәселені, жағдайды қолдан шығарып алуға сақтаныңыз. Неге? Себебі тым көптіктен немесе ойланбастан әрекет етіп қалуыңыз мүмкін. Себебі кейбір жағдайларда болады, мысалы ақшаны
ойланып жұмсамау, немесе керек емес жаққа қарай жұмсау, немесе кез келген алған сыйлығыңыздың кейін ол қайтарымды болуы мүмкін дегендей, яғни біреудің тарапынан құнды сыйлықтар алып жатсаңыз. Болмаса ремонт жасауыңыз мүмкін, үйде ремонт жасауыңыз мүмкін, қыс болса да, қыс мезгілі болса да. Или бұрын жасаған жұмыстарыңыз үшін сізге ақша түседі, сол ақшаға сіз кәдімгідей қуанып, ерекше көңіл күйде боласыз. Өте жақсы карта дегенмен де айтатыным сізге құнды дүниеге қол жеткізу, сыйлыққа қол жеткізу, бақытты болу, нәтижеге қол жеткізу болады бұл апта. Кейбір жерлерде енді үлкен дүние болмаса да, азды көпті сізді қуантатын жағдай болуы мүмкін. Себебі бұл енді апталық жорамал әрине аз уақытқа ғана қамтылған. Сондықтан да үлкен мәселе дүниелерді күтудің қажеті жоқ. Шағын ғана қуанышта да болады. Ақшадан таршылық көрмейсіз, жұмыс жақсы болады, жұмыста да болады, ақша да болады, белсенділік болады сізде. Яғни бір орында отырып қалмайсыз, әрекетсіз. Денсаулығыңызға мән беріңіз, себебі кейбір жағдайларда өте қауіпті бір жеріңіз ауырып қалуы мүмкін, және оның зардабын кейінде шегіп бір қиындықтарға тап болуыңыз мүмкін, солай. Өз-өзіңізді баланша ештеңеден шектемеңіз, барлығы жақсы болады. Біреудің тарапынан сізге қолдау немесе жаңағыдай бір сыйлықтар көруіңіз мүмкін, яғни сондайлар келеді. Солай. Келесі жұлдыз белгісі бізде егіздер. Егіздерде апта қалай болады? 1 мен 7 қаңтар аралығы. Егіздер жұлдыз белгісіндегі жандар сіздерге кеңес ретінде айтайын, бұл карта вообще кеңес ретінде шығады. Неге? Потому что бұл карта кәдімгідей сіздің айналаңыздағы белгілі бір жалғандықты, белгілі бір өтірікті, бір жағдайларды білдіреді, күмәнді жағдай. Яғни жылтырлағанның барлығы алтын сияқты көрінгенмен алтын емес дегендей. Және кез келген танысқан адамыңыз болсын, белгілі бір мәселелер болсын, құжаттарға байланысты болсын, сізде не болады? Жаңағыдай күмәнді дүниелер болады. Себебі бірден айтқан адамның сөзіне сенуге болмайды, кездескен адамға сенуге болмайды. Болмаса көптен бері танитын адамыңыздың өзі сізге өтірік айтуы мүмкін. Ол екінші жартыңыз болуы да мүмкін, немесе өзіңіздің отбасыңыздағы белгілі бір адам мүшесі, балаңыз болсын. Или болмаса жұмыстағы қарым-қатынастың дұрыс болмауы, Бұл карта енді көп жағдайда шынымен де келіп орындалатын карталардың бірі. Сондықтан да түскен ақпарат болсын, кездескен адам болсын, немесе біреулердің сізге айтқан ұсынысы болсын, немесе жұмысқа қабылдауда, мысалға, сіз бір жерге жұмысқа резюме тастадыңыз, түйіндеменің бойынша сізді шақыртты, ол жердегі талаптарды енді керемет қылып айтады, ал негізінде ол жерде белгілі бір мәселе бар, немесе жұмысты сізге толықтай ашып тұрған жоқ, яғни сіздің әрекеттеріңізді, мысалға, сіздің қызметіңізден бөлек жұмыс қосып беруі мүмкін, сол себепті шамалы тексеріп көріп алғаныңыз дұрыс болар. Әрине иллюзияда, өтірікте өмір сүрмеңіз, өз-өзіңізді алдамаңыз, барлығы жақсы болады деп, немесе қарым-қатынаста, мысалға, қарым-қатынастағы белгілі бір мәселелерді шешіледі дейтін болсаңыз, немесе үзілу керек қарым-қатынасты ұстауға тырыссаңыз, ол дұрысы, ол қарым-қатынасты жібергеніңіз дұрыс. Ал енді мүлдем қарым-қатынасқа қатысты жоқ дүние болса, онда сізде бір қорқыныш болуы мүмкін, біреудің тарапынан сатқындық болуы мүмкін, тұрақсыздық болуы мүмкін, махаббаттағы сәтсіздік болуы мүмкін, ұзақтан бері бір дүниелер тоқталып қалып, яғни ұзақ болғанда, енді бұл апталық жорамал, сондықтан да бір мәселелер шығып қалуы мүмкін бұл аптадан. Солай, өзіңізді қолға ұстауыңызды, яғни өз-өзіңізді қолға ұстай алмай қалатын жағдайлар болады, өтірікке тап болуыңыз мүмкін басқа адамдардың тарапынан, және де айтатыным, қатты ашулана бермеңіз, қобалжи бермеңіз, себебі
жаңағы психологиялық тұрғыда сіз психикаңызды күйзеліске әкелтіп алуыңыз мүмкін, яғни сондай бір қиындықтар болуы мүмкін. Өз-өзіңізге тұйықталып, ешкіммен сөйлескіңіз келмей, сондай жағдай болады. Солай уақытша немесе мәжбүрлі түрдегі әрекетсіздік жағдайында болуыңыз да мүмкін. Яғни сіз әрекет ете алмай тұрсыз жағдайға байланысты, немесе ақшаның кеш түсуіне байланысты, ақшаның түспей жатуына байланысты, иә. Болмаса біреудің айтып тұрған уәдесіне сеніп жүрсіз, күтіп, бірақ ол адам уәдесінде мен тұрады деп айта алмаймын. Бекер уәде беріп жүр сізге, орындалмайтын мәселе. Солай. Келесі жұлдыз белгі шаяндар. Шаян жұлдыз белгісіне толған жандар сіздер үшін апта қалай болмақ? Шаян жұлдыз белгісіндегі жандар сіздерде вообще таңдау болады, иә? Таңдау болады, ол таңдау жүрекпен ақылдың, сезіммен ақылдың, жүрекпен сананың, жүрекпен мидың, арасындағы таңдау. Әрине сіздің әрекеттеріңіздің, кейбір әрекеттеріңіздің дұрыс емес екенін сіз өзіңіз де біліп отырсыз, немесе осы аптада жасайтын әрекеттеріңіздің белгілі бір деңгейде қате екенін түсінесіз, дегенмен де сіз өз-өзіңізді басқара алмай тұрсыз, негізі ол дұрыс емес жағдай, бірақ енді кейбір жандар өз сондай сезімдерін басқара алмайтын кездер болады. Бұл енді бір жағынан мен жаман деп айта алмаймын. Неге? Себебі сіз өз сезіміңізге берілдіңіз, ол кез келген адамда болатын дүние. Но соның өзінде де мәселені жағдайда кейін ол мәселе бойынша, іс-әрекетіңіз бойынша жауап беру керек болады. Или болмаса шешім қабылдау алдында тұрсыз, сізге міндетті түрде таңдау беріледі, бірақ сіз қандай таңдауды жасайсыз? Сіз бір дүниені дұрыс екенін біліп тұрсыз, бірақ сіз ол дұрыс дүниені таңдамайсыз, білесіз ба? Және ғашық болуыңыз мүмкін бұл аптада, болмаса сезімге берілуіңіз мүмкін, сондай бір дүниелерді сезімге байланысты, әсіресе көп жағдайда махаббатқа, сезімге байланысты болады, жеке өмірге байланысты болады бұл карта, енді сондайға шығады көп жағдайда. Бұл дегеніңіз, сіз таңдауда тұрсыз, таңдауда тұрасыз, уайым болады сізде бір мәселелер бойынша. Сіз екі қайықтың басын ұстап тұрғаныңызды білесіз, но олай істемейін десеңіз, тағы да өз-өзіңізді басқара алмай тұрсыз дегендей жағдай болып тұр. Көңіл көтеру, жақсы уақыт өткізу болады, ойламай ақша құрту болады сізде, яғни мүлдем есептеместен ақшаны шашып құртып жіберуіңіз мүмкін, сыйлықтар алу болады, немесе сізге береді, или сіз біреуге бересіз. Организміңіз жаман болмайды, денсаулығыңыз жақсы болады, және де үлкен белсенділік болады, әсіресе сезімге байланысты үлкен белсенділікте боласыз. Келесі жұлдыз белгі. Болмаса жұмысты істеу керек, жұмысты уақытында бітірмей қалып жүрмеңіз. Бізде келесі жұлдыз белгісі Арыстан. Арыстан жұлдыз белгісіндегі жандар, сіздердің апталарыңыз өзінше бір әдемі, кереметтей болады. Не себепті олай айтып тұрмын? Себебі сіздің бір жүзеге асырғыңыз келетін, ойланып отырған дүниеңіз бар. Ол дүние енді сіз үшін маңызды, бір ұзақ уақыттан бері шешімін таба алмай жүрген мәселеңіз бойынша көзі табылады шешілудің, немесе сізге көмектесетін адам табылады, немесе жаңа идеялар келеді сізге. Бірақ енді бұл карта тікелей жолыңыздың бола бастағанын көрсетеді, жолыңыздың ашылуын көрсетеді, шығармашылықпен айналысуды көрсетеді, және бір қиналған мәселеңіздің шешімі табылады. Яғни қараңғылықтан бір жолдың көрінуі, жарықтың көрінуі деген сияқты
болады, үміт пайда болады қайтадан сізде. Үміт пайда болады, керемет сезім пайда болады. Ол кез келген нәрсеге байланысты, жұмысқа байланысты, жеке өмірге байланысты, үйдегі бір мәселелерге байланысты, болмаса өзіңіздің жүзеге асырғыңыз келіп жүрген мәселелер бойынша. Мысалы, сіз не істедіңіз, кәсіп бастағыңыз келеді, бизнес өзіңіздің, бірақ енді жаңағы көптен бері іске аспай, тоқтап, кедергілерге ұшырап жүрген болсаңыз, осы аптада соның бір шешімін табуға, немесе жолын табуға мүмкіндік болады. Денсаулық жағдайыңыз жаман болмайды, ауырып жүрген жеріңіз жазылады, бір шамаға келесіз, яғни белгілі бір қалыпқа келесіз. Бір өзіңізден өзіңіз бір жақсы моментке тап болып, сәтке тап болып, жолыңыздың болып кететін жағдайлары көп болуы мүмкін. Жақсы жаңалық келеді сізге, бақытты боласыз, әрине әдемі карта. Келесі бізде жұлдыз белгісі, ол бекештер. Бекеш жұлдыз белгісіндегі жандар, сіздердің апталарыңыз сабырлы күйде болады, тіпті апта өтіп болмайтындай жағдайда болуы мүмкін, сондай жағдай, яғни жай өткен сияқты болады апта. Бірақ енді бір қиындықтың аптасы емес, бір үлкен бір проблемалар деп те айта алмаймын. Бірақ енді жауапкершілік алу керек болатын болады бұл аптада, немесе белгілі бір мәселелер сізді мазалайтын болады. Болашақты уайымдауыңыз мүмкін, болмаса бір мәселе бойынша әрекеттер жасайсыз, жұмыс істейсіз. Бұл карта енді кейде тіпті тұңғиыққа батып, өзіңізбен өзіңіз жүресіз, бір үлкен жұмыс жасамасаңыз да, сондай сияқты да болады. Ол жауапкершілікті алу, бір жерлерде басшылық ету, немесе топтағы өзіңіздің белсенділігіңізді көрсету, кез келген ортадағы, сондай-ақ біреудің тарапынан сізге көмек келуі мүмкін, немесе таныстық болуы мүмкін, немесе сіз біреуге жауапкершілік алып, біреуге көмектесесіз, сізден көмек сұрайды. Отбасыдағы басшылықты білдіреді, жұмыстағы басшылықты білдіреді, сіздің өзіңіз басшылық етесіз, болмаса өз-өзіңізді жақсы қырынан көрсетесіз. Билікке ие болу және де плюс қосымша күшке ие болу, яғни бұл енді сенімділікті білдіреді, өзіңізге сенімділігіңіздің болуы. Бір аса үлкен нәрселер болмаса, сізді кішкентай азды көпті дүниелер ренжіте қоймайтын сияқты. Бірақ денсаулығыңызға мән беріңіз, денсаулығыңызға. Банша денсаулықты жақсы екенін көрсетеді, но сонда да азды көпті жеңіл салқын теулер болуы мүмкін, суықтану. Бұл енді кішкентай жағдай болғанмен де кейін ол шығып тұруы мүмкін, үлкен болып. Сондықтан да мән беріңіз, денсаулығыңызға мән беріңіз. Болмаса бұрын сізді мазалаған жерлеріңіз қайтадан мазалайды. Бірайынша жаман емес енді. Ұлды болуды да білдіреді, дамуды көрсетеді. Карта енді кәдімгідей сіз бір байыппен мәселені шешу жағдайында боласыз, болмаса. Солай. Бір нәрсе бойынша, бірақ точно сіз тұңғиыққа батуыңыз мүмкін, бір жағдайларды ойлап, өзіңіздің жағдайыңызды, отбасыңыздың жағдайын бар. Келесі жұлдыз белгісі бізде таразы. Тараз жұлдыз белгісіне туылған жандардың аптасы қалай болмақ? Таразы жұлдыз белгісіндегі жандар, біріншіден айтатыным, сіздерде апта эмоцияға толы, көңіл күйге толы, энергияға толы болады. Яғни сіз өзіңізді керемет сезінесіз, біріншіден көңіл күйіңіз керемет болады, жағдайыңыз, яғни ортаңыз да жақсы болады, барлығы сізге ұнайды, барлығы да керемет, сіз ойлағандай болады, яғни үй болсын, жұмыс болсын, таныстық болсын, қарым-қатынас болсын, барлығы сіздің көңіл күйіңізді көтерумен болады десе деп айтуға болады, армандардың орындалуы, және де сіз қалағандай, барлық қалағандай болып жатыр, яғни
ешқандай бір артық дүние жоқ, немесе сіздің орындалмай қалған арманыңыз жоқ, барлығы жақсы. Қуаныш, қызметте көтерілу немесе отбасылық белгілі бір бақыт сізді біреу көңіл күйіңізді көтеріп, жаңағыдай риза қылады. Молшылық, жақсылық және де тағы да айтатыным, тым қатты сараңдыққа салынбаңыз, иә. Шығару керек кезде ақшаны шығарыңыз, шығармау керек болса енді ойланасыз. Денсаулығыңызға да мән беріңіз. Егер бір жеріңіз ауырса, міндетті түрде көрініңіз. Ақша шықса да көріну керек. Артық салмақ жинап қалудан сақ болыңыз, себебі сізде бір жаңағыдай қанағаттанбай тоюды білмеген сияқты жағдайда болуыңыз мүмкін. Яғни барлығы керемет, бәрін ала бергіңіз келеді, мысалы киім болсын, тамақ болсын, бәрі тәтті, бәрін жей бергіңіз келеді деген сияқты. Бірақ енді не болса да шектеу болу керек. Кез келген жағдайда шектеу болу керек. Сосын айтатыным, ақша бар болса да сол ақшаны қысып қалып, өз-өзіңізден аяу деген болмасын. Егер сондай жағдай болып жатса, ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Жақсы жаңалықтар келеді, барлығы керемет болады. Келесі жұлдыз белгі бізде сары шаяндар. Саршаян жұлдыз белгісіндегі жандардың сезімдері ішіндегі бір жанын жеп тұрған сезім болады. Яғни ішіндегі өкпесі, реніші, уайымы, бір мәселелерді шешу жолы, бұндай дүниелер мазалайды. Сіздің жеке өміріңіз болсын, денсаулық жағдайыңыз болсын, жұмыс жағдайыңыз болсын, бәрі бір уақытта маңызын жоғалтқан сияқты болуы да мүмкін біреулерде. Себебі біреуде мысалы жеке өмір өзінше бір ренжітіп жатса, жұмысқа қарауға мұрша болмай қалады, иә. Біреуде жұмыс ренжітіп жатса, жеке өмірге мән беруге мұрша болмай қалады. Және бұл бір айтатыным, денсаулығыңызға мән беріңіз. Денсаулық мәселесі бойынша да шектеулер болуы мүмкін. Мысалы, сіз тамауратып ауырып қаласыз, бір жерге барайын десеңіз бара алмай қаласыз. Ортаңыздан қалып қою, өзіңізді жалғыз сезіну, немесе тіпті жан-жағыңызда адам көп болса да, сіз нақты сізге керек адам жаныңызда болмайды. Болмаса, оның барлығы, айналадағы адамдарыңыздың барлығы сізге мүлдем жаңағыдай көңіліңізді көтермейді, бақытты сезіндірмейді, иә. Нақты керек адам болмағандықтан. Сондықтан сізде бір іштей жалғыздық, уайым, немесе көңіл күйіңіздің түсуі деген сияқты жағдайларда боласыз. Тұйықталу, тұңғиыққа бату, өз-өзіне тұйықталу, жалғыздық, болмаса сіз жұмыс бабымен басқа жаққа кетіп қаласыз да, жақындарыңыздан алыс жерде боласыз. Мейрамды солай өткізесіз, иә. Болмаса біреулер денсаулығына байланысты шектеулерге душар болуы мүмкін. Сондықтан денсаулыққа мән беріңіз. Ауруханаға жатып қалу деген сияқты. Болмаса жақын екінші жартыңызбен ұрысып қалу деген сияқты жағдайлар болады. Только өзіңізге ғана сеніңіз, басқа ешкімге сенуге болмайды. Тіпті сенген күннің өзінде де үмітіңізді ақтамай ренжітетін болады. Шынымен де қатты ренжіп қалмас үшін дұрысы ешкімге қатты үміт артып, күмән жаңағыдай сенім артудың қажеті жоқ. Бізде келесі жұлдыз белгі ол мерген. Мерген жұлдыз белгісіндегі жандар сіздер үшін қуаныштымын. Әрине, бұл карта бақытты болудың картасы. Төрт құбыланың түгел болуы, бақытты болуы, армандардың орындалуы, жұмыстың өз кезегінде сізге қуаныш әкелуі, немесе жақсы нәтиже алып келеді. Сіз жасаған әрекет жақсы өзінің нәтижесін көрсетеді. Болмаса еңбектің дәмін тату, нанын жеу сияқты болады, иә. Бақытты болу және лайықты марапатқа ие болу, лайықты нәтижеге ие болу, жақсы кездесулер болады, жақсы таныстықтар
жаңалықтар болады. Жағдайыңыз тұрақты және нақты болады. Яғни сіз өзіңіздің айналаңызда адамдарға толықтай сенімдісіз, оларға сенім артуға болады. Жақындарыңыз жаныңызда, барлығы сізге қуаныш сыйлауда, көңіл күйіңіз көтеріңкі, керемет мерекелік көңіл күйде боласыз, иә. Сенімділік, барлығында сенімділік, тіпті материалдық жағдайыңызда да қалыптасқан жақсы жағдай болып тұр. Отбасылық жағдайыңыз да жаман емес, иә. Жақындарыңызда шүкір жаман емес деген сияқты жағдай болады. Демалыс, тіпті өз-өзіңізге демалыс жариялап, жаңағыдай сапарға шығып кетуіңіз мүмкін, заслуженный отдых дейді ғой. Босаңсу, өзін еркін сезіну жағдайында боласыз. Барлығы көңіл күйіңізді көтереді, жақсы жаңалықтар келеді, отбасылық бақыт, яғни отбасыңызбен бірге керемет уақыт өткізесіздер. Жұмыс өзінің точно нәтижесін береді және сіздің ойлағаныңыздай болады. Кәсіп ашқыңыз келсе де жолыңыз болады. Немен айналысқыңыз келеді, сол бойынша сәттіліктер күтіп тұр. Уайымдамай бастай берсеңіз болады, жақсы нәтижесін көретініңіз сөзсіз. Армандарға жету, ойлаған дүниеңізге қол жеткізу немесе жүзеге асуы. Бұл карталар өте жақсы. Немесе өзіңіздің сүйіктіңізді кездестіресіз, немесе татуласасыз, иә, ұрысып қалып жүрген болсаңыз. Немесе ақша біреу беру керек болса, ол береді. Солай. Келесі жұлдыз белгісі тау ешкі жұлдыз белгісінде туылған жандар. Сіздің апталарыңыз қалай болмақ? Енді байқап отырғандарыңыздай тау ешкінің көңіл күйі болмайды әрине. Бұл әртүрлі себептерге байланысты, отбасылық мәселе болсын, жұмыстағы мәселе болсын, немесе екеуі де болуы мүмкін, иә. Неге? Потому что бұл карта адамның іштей бір уайымға салынуын көрсетеді, немесе өз-өзімен тұйықталуын көрсетеді. Көп уайымдай бермеңіз, уайымдағаннан енді ол мәселе шешілмейді, одан да әрекет ету керек. Бірақ енді сізде әрекет етіп тұрсыз. Мен сізді қолыңызды бос жіберіп қойып отырғаныңызды көріп тұрған жоқпын. Өзгерістер, өміріңізде өзгерістер орын алады, және сол өзгерістерді сіз іштей сезіп тұрсыз болатынын. Іштей адам сезеді ғой, вот сізде сондай сезім болады. Жаңа өмірлік кезеңге қадам бастайсыз, немесе ой өрісіңіз, жағдайды қабылдауыңыз өзгере бастайды. Мысалы, бұрын сізге қуаныш алып келген нәрсе, немесе мүлде мән бермеген нәрсе қазір басқаша көрінуі мүмкін деген сияқты болады. Екінші жартыңызбен айырылысу болуы мүмкін, иә. Себебі ол қарым-қатынас, енді қараңыз, если ол қарым-қатынас жаңағыдай бір өзінің бұрыннан бері күмәнді, болмаса бұрыннан бері шамалы бір тарқап кететін сияқты болып тұрған қарым-қатынас болса, үзілейін деп тұрған, онда осы аптада үзілуі мүмкін. Яғни сіз өзіңіз нүкте қоясыз ол қарым-қатынасқа. Ал егер енді ондай қарым-қатынасқа мүлдем қатысы жоқ, сіздің екінші жартыңызбен араларыңыз жақсы болатын болса, онда сізге қатысты бұл енді қарым-қатынасқа емес, жұмысқа қатысты болуы мүмкін, немесе белгілі бір адамға қатысты болуы мүмкін. Бұл өз-өзін іздеуші адамды білдіреді. Не істеріңізді білмей ойлану этапындасыз, жаймендеп қадам басып келе жатырсыз, бірақ бір жағынан ойланып тұрсыз. Яғни екі жағдайды бірдей ұстау. Тіпті сапарға шығуыңыз мүмкін. Бұл деген жұмысқа байланысты сапар болады. Немесе өзіңіз орын ауыстырасыз басқа жерге. Немесе жол жүресіз, басқа бір неге дем алып қайтасыз. Солай. Бұрын сізге түсетін ұсыныстар болады, және ол ұсыныстардан бас тартуыңыз мүмкін. Ойламаған жерден шешім қабылдайсыз, себебі жағдай соған әкеледі. Шыдамыңыздың да шегі бар, яғни барлық нәрсеге нүкте қойғыңыз келуі мүмкін. Жағдайдың жақсаруы орын алады, уайымдамаңыз, соның басындағы белгілі бір сізді бір серпіп алып отыр, жағдай. Резко, яғни тез арада өзгеріс болады, сіз тіпті ойламадыңыз олай болатынын, күтпедіңіз, сондай жағдай болады. Жалғыздық
болуы мүмкін, немесе өзіңізді тіпті айналаңызда адам көп болса да өзіңізді жалғыз сезінуіңіз мүмкін. Или добровольно жалғыздық, яғни ешкіммен сөйлескіңіз келмей, араласқыңыз келмей, өзіңізбен өзіңіз үйде мерекені өткізесіз, демалып. Өзгерісті күтіңіз, болашақта өзгеріс сізді күтіп тұр, иә? Солай. Келесі біздегі жұлдыз белгісі су құйғыш жұлдыз белгісіндегі жандар. Су құйғыш жұлдыз белгісіндегі жандар сіздер үшін апта жаңа бастаулар, жаңа қуаныштар, жаңа энергиямен басталады. Әрине сіздің энергияңыз тасып тұр, көңіл күйіңіз көтеріңкі, барлық нәрсе сіздің қалағаныңыздай болып жатыр, немесе сізге үміт алып келіп жатыр, иә? Сондай армандау, бақытқа ие болу, жаңалықтардың келуі, жақыныңыздан жаңалық келе ма, махаббатыңыздан жаңалық келе ма, сондай болады. Балалы болуыңыз да мүмкін, немесе бір жануар сізге сыйлайды, или сіз сатып аласыз. Мысалы, мысық сатып алуыңыз мүмкін, немесе итке байланысты, ит алуыңыз мүмкін дегендей. Солай қуаныш алып келеді барлық нәрсе, істеген ісіңіздің барлығы қуаныш алып келеді сізге, рахаттанып отырып істейсіз, яғни жұмысыңыз болсын, кез келген нәрсе болсын, біреуге көмектесуіңіз болсын, немесе жаңадан бір дүние бастағыңыз келсе де, сіз сондай бір әдемі көңіл күйде бастайсыз. Шығармашылықпен айналысу және шығармашылық еңбекпен айналысуда боласыз. Күтпеген жерден жақсы жаңалық келеді. Біреулер тіпті аяғы ауыр болады, біреулер балалы болады, иә? Тіпті сізге жаңалықтың жақсы былай тұрсын, сізді қызықтыра алатын, сізді жаңа идея беретін, сізге сондай жаңалық келуі де мүмкін. Бір нәрсе туралы естисіз, иә? Немесе бір жерде жұмыстың ашылуы, сіз сол жерге резюме тастайсыз, жұмысқа алады. Айтатыным, сізге кез келген түскен ақпарат, ол кішкентай ақпарат болсын, үлкен ақпарат болсын, мән беріп тыңдағаныңыз дұрыс, потому что өзіңіздің ой елегіңізден шығарып алмаңыз, мән бермей өтіп кетпеңіз, кейін өкініп қалуыңыз мүмкін. Жаңалық келеді сізге, қалай болғанда да жаңалық келеді, күтіңіз, хабар келеді, белгілі бір дүние туралы, немесе бір нәрсені естисіз, иә? Сол. Келесі жұлдыз белгісі біздегі, әрине олар соңғы балықтар. Балық жұлдыз белгісіндегі жандар, сіздердің апталарыңыз іскерлік аптасы болады, жұмыс көп болады, жаңа идеялар, жаңа шабыт, жаңа мүмкіндік, жаңа жол. Кімде қандай енді, әркімде әртүрлі, сіздер көпсіздер, өмірлеріңіз әртүрлі дегендей, бірақ енді жаңа идеялар, жаңа бастаулар орын алатын көрсетеді. Шабыттану, белгілі бір дүниелерді шабыттана отырып бір жаңа дүниемен айналысу, бастау, ақша жинау, жұмыс істеу, бір марапаттарға ие болу, немесе бұрынғы істеген жұмысыңыздың нәтижесін көресіз. Сәттілік серігіңіз болады, барлығы жақсы болады. Бұрынғы күш қалпыңызды, бұрынғы беделіңізді қалпына келтіру мүмкіндігі бар. Бір жеріңіз ауырған болса, көптен бері ауырып жүрген болсаңыз, жағдайыңыздың жақсаруының мүмкіндігі болады. Сеніміңіз мықты. Сіз өзіңізге жалпы не керек екенін білесіз, немен айналысып жатырғаныңызды толықтай бағалай аласыз, яғни дұрыс көзқарастасыз, өзіңізді ешқандай алдап тұрған жоқсыз. Характер, яғни белсенділігіңізді көрсетіңіз, өзіңіздің қайтпастығыңызды көрсетіңіз, сол кезде өзіңіздің ойлағаныңызға қол жеткізесіз. Белгілі бір істерде мәселені өзіңіздің қолыңызға алу керек болады, басшылық етуіңіз мүмкін, белгілі бір дүниелерде, болмаса қызметте көтерілесіз, сондай бір жақсылықтар болады, және ол жақсылық басталады. Бұл жаңадан басталып тұрған мәселе, немесе балалы болу, немесе қарым-қатынас құру, жаңадан қарым-қатынасты бастау, біреумен танысу, немесе үйдегі бір жақсы дүниелер, немесе сіздің жақыныңыздың, или болмаса балаңыздың белгілі бір жетістіктері, сондай сияқты
болуы әбден мүмкін. Енді қай жағынан қараса да, ол өзіңізге қатысты болсын, ол отбасыңызға қатысты болсын, жұмысқа қатысты болсын, барлық жағдайда да жақсы нәтижені беретінін көрсетуде. Міне осындай сіздердің апталық жорамалдарыңыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сіздерге тек қана денсаулық, бақыт, амандық тілеймін. Каналға міндетті түрде тіркеліңіздер.